Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін кешкі асқа өте тез дайындалатын лагман жасайтын боламыз. Подливасын дайындау үшін бізге көкөністер керек. Шетінен турап отырып барлығын қуырамыз. Алдымен қызып тұрған қазанымызға май құйып, пиязымызды салып қуырып, бірнеше минут қуырамыз. Кейін етімізді саламыз. Оларды тағы 10-15 минут қуырып аламыз. Кейін үстіне жанду, редька, сәбізімізді ұсақтап төрт-бұрыштап салып, кейін тұзымызды және 1-2 қасық томатымызды салып қуырамыз. 20 минуттай қуырамыз. Оның үстіне картошка, тәтті бұрыш, помидор және чесногымызды турап, барлығын жақсылап қуырамыз. 15 минуттай қуырғаннан кейін бетіне кішкене асырып су құямыз. Баяу отта 20-25 минут қайнатамыз. Кейін жеке кастрөлімізге су құйып, тұз салып, мынандай сұлтан немесе басқа да килограмдалған осындай спагеттиларымызды пісіріп аламыз. Кішкене сұйық құйып, араластырып 10 минутта пісіп шығады. Спагеттиларымыз мүлде жабыспайды, өте жұмсақ, лагманның наны сияқты дәл сондай болып шығады. Тағы қайталап жартысын пісіріп аламыз. Өте тез дайындалады, әрі балаларға да өте ұнайды. Подливымызда 20-25 минутта жұмсарып пісіп шықты. Спагеттиміз үстіне подливасын құямыз. Лагманымыз өте дәмді, әрі тез дайындалады. Дәмі керемет, барлығыңыз жасап көріңіздер.